Құрметті байқуатты мұсылмандар, енді біз салауат жайлы айтпақпыз. Яғни салауат дегеніміз бұл не? Пайғамбарымызға салауат, сәлем айту, Аллахтың сәлемін тілеу. Айтамыз ғой, Аллахумма салли аля Мухаммадин ва аля али Мухаммад. Я Аллахым Мұхаммедке саллаллаху алейхи вассалам және оның отбасыларына, жақындарына сенің салауатың болсын. Кама саллайта аля Ибрахима ва аля али Ибрахим иннака хамидун маджид. Қалай сен Ибрахимге және оның отбасына салауат айттың? Салауат, сенің салауатың болды. Сондай пайғамбарымызға саллаллаху алейхи вассалам болсын деп салауат айту. Яғни Аллах елшісіне, оның отбасыларына, сахабаларына, үмметтеріне салауат, сәлем, яғни амандық, хайыр, жақсылық тілеу Аллахтан. Бұл салауаттың сыры керемет. Көп хадистер біледі, осы күнге дейін естіген шығарсыздар. Мен жаңа айтқан болатын. Мен көп жерде келетін ақпаратты қазір айтайын деп отқан жоқпын. YouTube'дан тыңдап алып, кітаптан оқып алып, қазір мен сіздерге бір ерекше тақырып айтпақпын, салауатқа байланысты. Білесіздер, салауат, пайғамбар саллаллаху алейхи өзі айтады. Кім пайғамбарға саллаллаху алейхи вассалам бір салауат айтса, Аллах оған 10 салауат айтады. Көп хадистер келеді. Егер кім салауатты тастамай айтса, Аллах тағала не дейді? Оның басындағы барлық сұрақтарын Аллах шешуді мойнына алады дейді. Яғни сіз пайғамбарымызға саллаллаху алейхи вассалам салауат айтуды мойныңызға алсаңыз, қалай айту керек? Чатқа жіберіледі. Куратор чатқа жібереді. Қалай айтылу керек жібереміз? Кім осы салауат айтуды алса мойнына, шын ниетпен, шын жүрекпен Аллах басындағы қайғы мұңды сейілтіп қояды дейді. Сіздің қарызыңыз бар ма? Сіздің қаржылай қиындығыңыз бар ма? Отбасылық мәселе ма? Аллах елшісіне салауат айтуды әдетке айналдырыңыз. Юнус алейхиссалам дұғасымен бірге, осыншама уақыт Юнус алейхиссалам дұғасын ла иляха илля субхана инни кунту миназ залимин. Осына жақта жаңағындай Аллахумма салли аля Мухаммадин ва аля Мухаммад деп салауатты алып аласыз да, айтатын болсаңыз, Аллах тағала қайғы мұңын сейілтіп қояды. Енді мынандай мәселе. Менде сұрақ болды кезінде. Осылай салауатты айтылады. Бірақ мен сонда қандай ниетпен айтуым керек? Бұл Аллах елшісіне айтылған үшін менің басымда қайғы мұң сейіле ма? Болмаса қандай мәселе болады ол жерде? Бұның сыры неде деген сияқты сұрақ іздедім мен. Сұрақтың жауабын іздедім. Сосын ұстаздарымыздан білдік. Былай екен бұл дүние. Қалай салауат көмектеседі? Сыры неде және қандай ниетпен айтасыз? Аллах тағала Құранда айтады: Аллахпен қатар басқа біреуден жәрдем тілеуден алшақ сақ болыңдар дейді. Адамдар кейде ойлауы мүмкін, мен Расулулла саллаллаху алейхи вассалам салауат айтам, сол пайғамбарымызға айтқанымыз үшін жалпы жаңағы пайғамбардың тарапынан оның шапағатымен маған көмек келуі мүмкін, ол түсіме кіреді деген сияқты нәрселерді адам үміттеніп қалады. Бірақ біліп қойыңыздар, жәрдем тек қана бір Алладан келеді. Аллах ашады жолды, Аллах жабады. Аллах ризық береді, Аллах ризықты алады. Аллах көтереді, Аллах түсіреді. Али Имран сүресінде айтқандай, айт дейді: Құлиллахумма маликал мүлки ту'тил мүлка ман таша, мүлікті Аллах береді. Ва танзигул мүлка мимман таша, мүлікті де Аллах алып алады. Ва ту'иззу ман таша, дәрежені Аллах арттырады. Ва тузиллу ман таша, дәрежені Аллах түсіреді. Биядикал хайр иннака аля кулли шайин қадир. Барлық хайыр, жақсылық атаулы Аллахтың қолында, ол күш құдірет бәріне жетеді дейді. Сондықтан салауат айтқан кезде біз білуіміз керек, жәрдемді Аллах қана береді. Сонда салауаттың сыры неде? Пайғамбарымыз қалай бұл жерде маған көмек керек десеңіздер, бұл былай екен. Сіз ойыңызда осы проблеманы шешу үшін мен бүгін 300 салауат айтам, ана жақта қарызым шешілу үшін деген нәрсе болмау керек. Аллах біледі ғой сіздің бойыңызда қандай проблема бар екен. Аллах біледі ғой басыңызда қандай қиыншылық тұрған, дұрыс па? Оны сіз ойламаңыз. Аллахқа тапсырып қойыңыз, сіз мына нәрсені ойлауыңыз керек. Салауатты пайғамбарымызға саллаллаху алейхи вассалам жақын болу үшін, пайғамбарымызға махаббат қою үшін айтуыңыз керек. Шын жүректен пайғамбарды еске алып, салауат айтып, кәдімгідей жақын, ертең ақыретте жақын болсам, ертең ақыретте шапағатына ілініп қалсам, құтылып кетсем, пайғамбарымызға лайықты үммет болсам деп махаббатыңызды оятып, пайғамбарыңызға осы дүниеде, арғы дүниеде жақын болу үшін, лайықты үммет болу үшін шын ниетпен, махаббатпен айтатын болсаңыз, мынандай нәрсе болады. Аллах тағала сізбен пайғамбармен жақындатып қояды. Сіз пайғамбарға жақын боласыз. Пайғамбарға жақын болса, оның бәрәке дейді, берекеті жұғады сізге. Кезінде сахабалар пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның шаш алған кезде шашын алып сақтап жүреді. Халид ибн әл-Валид өзінің мына басына киетін соғыста, шлемі дейді ғой, соның ішіне пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам шашын салып алған. Соғыста жеңілмеген, берекеті бар да. Сөйтіп пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның жаңағындай шашы болсын, киімі болсын, жұғады, берекет жұғады.
өзінің жанында жүріп болса да сондай сахабалар Аллахтан жәрдем алған. Яғни бұның жәрдемінің сыры пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жәрдем береді деген сөз емес. Жәрдемді Аллах береді. Бірақ сіз Аллах елшісіне жақын болғаныңыз үшін, Аллахтың ең сүйікті құлына махаббат қойғаныңыз үшін, Аллахтың ең сүйікті құлына жақын болу мақсатымен айтқаныңыз үшін жақындау пайда болады, махаббат пайда болады. Соның құрметіне ол берекет сізге де жұғады, сіздің басыңыздағы қайғы мұң сөйтіп шешіледі. Сондықтан да салауат айтыңыз. Айтқан кезде так ана жақта менде 500 мың қарызым бар, соны айтайын, сосын давай 500 салауат кеттік, 1 2 3 4 5 деген болмайды. Оны біледі Аллах. Мынандай жағдай болады. Бір сахаба айтады: "Я Расулалла, мен неше салауат айтуым керек, неше уақыт? Мен дұға жасаймын" дейді, осыншама уақыт. Соның неше уақытын арнайын дейді. Сонда 4-тен 1-ін арнасам ба дейді. Расул айтады: "Арна" дейді. "Одан бірақ көп арнасаң өзіңе жақсы" дейді. "Жақсы Расулалла, онда мен оның 4-тен 2-сін, яғни дұға жасайтын 1 сағат уақытым болса, мен тең 15 минутын ғана емес, 4-тен 1-ін, мен жарты сағатын деген сияқты, тең жартысын дұғамның мен салауат айтуға мен өткізейін" дейді. "Жақсы" дейді сен үшін. "Бірақ одан арттырсаң, одан да жақсы болады" дейді. "Я Расулалла, онда 4-тен 3 бөлігінде мен саған ғана салауат айтайын" дейді да. Яғни айтқан кезде 1 сағат дұға жасасаң, 45 минут мен салауат айтайын, 15 минут қана өзіме дұға жасайын дейді. Расулалла саллаллаху алейхи вассалам: "Жақсы" дейді. "Бірақ арттырсаң өзің үшін одан да жақсы" дейді. Сонда: "Я Расулалла, онда мен бастан аяқ тек қана саған салауат айтайын" дейді. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады: "Онда Аллах тағала бүкіл сенің қажеттіліктеріңді өтеп қояды" дейді. Көрдіңіз ба, сіз Аллах елшісіне махаббатқа жақын болғанда, Аллах біледі сізге не беру керек екенін. Ол алим, білуші, сами, естуші, басир, көруші. Ол рахман, ол рахим, аса қамқор, ерекше, мейірімді. Ол біледі ғой құлының жүрегінде не уайымдатып тұрған, басында қандай қайғы қасірет тұрған. Аллах шешіп қояды иншалла. Егер сіз Аллах елшісіне махаббат қойып, оған жақын болуды аңсасаңыз. Оған қалай махаббат қоясыз? Сіз қалай салауатты махаббатпен айтасыз? Егер де пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам танымасаңыз. Егер сіз оның сирасын бастан аяқ оқып шықпасаңыз, аз да болса да. Сондықтан Аллахтың жәрдемін қалайсыз ба? Пайғамбарға салауат айтыңыз. Салауатты айтқан кезде бірақ махаббатпен айту керек. Махаббатпен айту үшін енді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам тану керек. Сондықтан мен сіздерге айтатын, білесіздер ме? Сира кітабын алыңыздар. Расулалла саллаллаху алейхи вассаламның өмірбаян кітабы бар, соны аласыздар, оқыңыздар. Қандай жан болған? Басынан қандай зат өткен? Адамзаттың асыл тәжі, жалпы көп орысша оқитын болсаңыздар, Ар-Рахик Аль-Махтум, Мубарак Фури, профессор Мубарак Фуридің кітабы, болмаса Салабин 2 томдық жаңағы орыс тілінде оқитын болсаңыз кітаптары, пайғамбар саллаллаху алейхи өмірбаян кітаптары, яғни сипатталған пайғамбар саллаллаху алейхи хадис арқылы жаңағы сахабалардың айтуымен қандай адам болған, сол жайлы кітаптарды алып алыңыз. Қайсыны оқиын ақ жол демеңіз. Қай сират түсет, бәрін оқыңыз. Таныңыз. Таныған кезде барып махаббат қоясыз. Сіз танымайтын адам қалай сүйіп қаласыз біреуді? Өйстіп көреді да, мысалы, мына адам мен сүйдім бұны демейді ғой. Адам танып, біліп, махаббат, сосын барып махаббат қояды да. Сонда ғана махаббатпен ол еске ала алады. Сөйтіп сіз өзіңіздің басыңыздағы қайғы мұңды сейілте аласыз, Аллах елшісіне жақын болу арқылы, соның берекеті сізге дару арқылы. Бұл сіздерге осындай жақсы ақпарат. Юнус алейхиссалам дұғасы, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның салауаты. Енді задание қандай? Ертең сіздерге Абай атаның кәсіпкерлерге арналған қара сөзі беріледі. Бүгін емес, бүгін осыған акцент қоямыз. Осы салауат беріледі, сол салауатты аласыздар, оқып бастаңыздар. Юнус алейхиссалам дұғасын оқып бастаңыздар. Бірақ бастысы пайғамбар саллаллаху танып бастау керек та. Сол кезде жалпы ісіңіз реттеледі иншалла. Аллах тағала өзі реттеп бастайды. Осы бонус сабақтар сіздерге бүгінге. Аллах баршамызға пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал қылып, амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Аллахтың сүйікті құлдарының қатарынан болыңыздар. Бастарында қайғы мұңы Аллахтың жәрдемімен сейілген сондай керемет бақытты жандардың қатарынан болыңыздар. Мен сіздерді шын жүректен сүйемін. Қалаймын, шын жүректен қалаймын, осы ақшалауге сабағы расымен де сіздердің барлық жалпы бастарыңызда жүрген сұрақтарыңыздың шешімі болатындай деңгейдегі білім болса деп. Иншалла Аллах ниетімді қабыл етеді деген сенімдемін. Аман болыңыздар.